Қайырлы күн, қымбатты менің оқырмандарым, бүгінгі вебинарға қатысып жатқан қатысушылар. Бүгін сондай керемет тақырып болайын деп тұр. Босанғаннан кейінгі әйелдердің күтімі деген. Өзім жақында ғана осы 2 ай бұрын босанып, содан кейін восстановление қалай жасау керек деген тақырыпты көп әйелдер өзіме қойып жатқандықтан бүгінгі тақырыпты солай алдым. Егер де бүгін вебинарға алғаш рет қатысып отырған жандар болса, мені бірінші рет көріп тұрғандар болса, ең алдымен өзімді таныстырып өтейін. Мен дәрігер Маратбековна, 2019 жылы полностью интернатураны аяқтап, Астана медицина университетінде акушер-гинеколог деген мамандықты иемденіп шықтым. Одан кейін осы гинекология саласында жүріп, 21 жылы барлық жаңағы уже менде консультацияда тек қана әйелдер ғана емес, сонымен қатар послеродовый әйелдерде болғаннан кейін, сонымен қатар уже балаларына да консультация алатын болғаннан кейін, қосымша тағы да мен резидентураны, яғни отбасылық дәрігер деген мамандықты да қоса алып шықтым. Сонымен қазір алдарыңызда сіздерге айтатын ақпараттарым, осынау 9 жыл бойы алған білімім, сонымен қатар Астана қаласында сол бітіргеннен кейін 21 жылдан бастап қазір 4 жыл опыт бар. Тек қана әйелдерге ғана емес, сонымен қатар балаларға, ересектерге де жүргізіп келе жатқан консультацияларым бар. Соның барлығымен сіздермен практикамен бөлісе отырып, қазір вебинар барысында егер де сіздердің тараптарыңыздан қойылатын сұрақтар болса, соған да қосымша жауап беретін болам. Сонымен қатар, егер де YouTube каналды ашып қарайтын болсаңыздар, дәрігер Маратбековна деп, ол жерде де көп деген сіздер үшін ақпараттар бар. Бүгінгі біздің айтатын тақырыптарымыз ең бірінші, жалпы босануға дейін 9 ай 9 күн әйел адамның ағзасында қандай өзгерістер болады, неліктен босанғаннан кейін әйел адамның ағзасында сондай восстановлениені қажет ететіндей қандай ерекшелік бар, соған тоқталамын. Сонымен қатар 9 ай 9 күн көтеріп болғаннан кейін босанудың өзі әйелдерде екі түрлі, біреулер кесарево сечениемен босанып жатады, біреулер табиғи жолмен босанып жатады. Сондықтан екі босанған әйелдің біреу кесаревомен, біреу өздігінен босанатын болса, екеуінде восстановление әртүрлі жүреді, ерекшеліктері бар. Сол жайлы айтам. Ең актуальды тақырыптардың бірі ол әйел адамның сүтін көбейту. Көп осындай әйелдерде проблема болады. Менің сүтім жетпейді, менің сүтімді енем көксу деп жатыр, құнарсыз деп жатыр, қалай құнарландыруға болады деп сұрайды. Сол тақырыпқа кеңінен тоқталатын болам. Сонымен қатар, 3-тен 1 әрбір жүкті 3-ші әйел ол бел ауруы, симфизит, сонымен қатар аяқтың тартылуы деген секілді тірек қимыл жүйесінің қиындықтарына шалдығып жатады. Және ол жүктілік кезде мазалаған нәрсе, после родов егер жақсы восстановление жасамайтын болса, онда ол келесі жүктіліктерінде де әсер ететін болады. Сондықтан қалай қалпына келтіру шараларын жүргізу керек, сол жайлы айттым. Сонымен қатар жалпы әйел адамның денсаулығы отбасы үшін қандай маңызы бар, соларға толық тоқталатын боламыз. Ең бірінші, жүрек 9 ай 9 күнде әйел адам ағзасында болатын жалпы 8 түрлі жүйе бар. Кейбіреулер ойлауы мүмкін, беременность 9 ай болады, любой әйел көтереді, сосын босанады, ол оңай нәрсе деп ойлауы мүмкін. Негізінде әрбір жүйеде үлкен өзгеріс болады. Алла тағала әйел адамға сондай күш қуат беріп болған, осындай өзгерістің барлығына ол шыдайды, және сол Алланың қолдауымен 9 айда өзінің жеңілдіктері де болады, сол шыдаған үшін. Ең бірінші, жүрек қан тамыр жүйесінде қандай өзгеріс болады? В норме адамдардың организмінде 4,5-5 литр қан болатын болса айналымда, именно жүктілік кезінде оның литрге дейін көтереді. Айналымдағы қан, не үшін? Себебі мынау тек қана өзінің организмі үшін емес, уже 2 адам үшін жүрек жұмыс жасайтын болады. Жүрекке үлкен нагрузка түседі. Сондықтан да жүрек ауыратын әйел адамдар егерде, сонымен қатар давлениесінде өзгерісі бар әйелдер болатын болса, олар үшін
9 ай 9 күн деген сондай кішкене ауыр өзіндік ерекшеліктермен өтуі мүмкін. Яғни жүрек ауыратындарда асқынулар туындатуы мүмкін, артериаль давлениесі барларда отектар болуы мүмкін, қан қысымы жиі көтерілуі мүмкін, иә. Сондықтан олардың организм үшін үлкен стресс болып саналады. Келесі жүйе ол әйел адамның зәр шығару жүйесі. Бала өседі ғой, үлкейеді, матка үлкейіп жатқан кезде матканың размері примерно алатын болсақ, мысалы тұрмысқа шықпаған қыздардың маткасының размері мынау сұқ саусақ пен указательный пальчик деп айтамыз ғой, главный екі саусақты қосатын болса, жаңғақ тәрізді дөңгелек шығады да, матканың размері примерно сондай болады. Егер УЗИге түсіріп қарайтын болса, примерно 4 сантиметр диаметрі былай, 5 сантиметр былай, 4-5 сантиметр ғана болады. Енді осы матканың ішінде бала өскен кезде жатыр 1000 есе үлкейеді. 1000 есе үлкейеді. И ол 1000 есе үлкейіп артқан кезде жанындағы органдардың барлығын итереді. Именно бүйректі, пухты, иә. Сондықтан жүкті әйелдер көбірек кіші дәретке шығатын болады. Бүйрегіне нагрузка түскесін, олар отек болады көбіне. Одан кейін басқа ас қорыту жүйелеріне де жатырдың осылай үлкеюі әсер етеді. Сондықтан кімде өт жолдарында проблема бар, застой желчи деген нәрсе мазалауы мүмкін, изжога мазалауы мүмкін. Айтып жатады ғой, изжога болса, мына жеріме ащыдан кел, изжога болды десе, бізде қазақта о балаңның шашы шығып жатқан шығар деп айтып жатады да. Негізі ол баланың шашының шығуына байланысты емес, ол мынау жатырдың үлкеюіне байланысты, асқазанның, өңештің қақпақшаларына әсер етіп, тамақты кері қарай итереді. Сол себепті ауызға қышқыл дәмдер келеді, осындай өзгерістер болады. Келесі жүйе ол тыныс алу жүйесі. Тыныс алу жүйесінде міне тұрған китстің қасында тұр. Айдана маған қараш, міне. Ана жаққа барыңдар, иә? Ана жаққа бар, иә? Тыныс алу жүйесіне келетін болсақ, ана жаққа шығыңдар. Тыныс алу жүйесіне келетін болсақ, өкпеге де үлкен күш түседі. Мынау үлкейген жатыр өкпені кері қарай итеріп тұрады. Сондықтан әйел адамдарда ентігу болуы мүмкін. Сосын эндокринді жүйе, яғни гормональды жүйесінде үлкен өзгеріс болады. Ол деген сөз, именно көтерген уақыттан бастап прогестерон деген гормон жоғарылайды да әйелдің ағзасында. Бұл гормонның ерекшелігі әйел адамның ағзасында баланы 9 ай бойы жатырдан шығарып алмай ұстап тұру үшін мынау гормональды өзгеріс болады. То есть әйел адамның ағзасын максималды расслаблять етеді осы гормон. Сондықтан әйел адам ұйқышыл болады. Сондықтан әйел адамның мынандай ас қорыту жүйелерінде де токсикоз деген нәрсенің барлығы осы эндокринді жүйедегі өзгерістерге байланысты болады. Одан кейін тері шашқа келетін болсақ, гормональды өзгерістің әсерінен әйел адамдардың көзінің айналасында қара дақтар пайда болуы мүмкін. Әсіресе мен байқағаным, өзім енді 4-шісін жазда босандым да, ал алдыңғы 3-і қыста еді, 3-і де зимний қыздар, ұлымыз енді жазда дүниеге келді. Енді осы жерде ерекшелікке тоқталатын болсам, жаздың күні беременностьтің соңғы уақыттары өтетін болса, ол кезде әсіресе күн сәулесінің ыстық болуына да байланысты бетте дақтар пайда болады екен. Сосын одан кейін бізде қан құрамына келетін болсақ, қанның құрамында эритроциттер, тромбоцит, лейкоцит деген жүйелерде де үлкен өзгерістер болады. Енді дәл осы жерде тірек қимыл жүйесі, яғни сүйектерде қандай өзгеріс болады, соған тоқтала кетейін. Мысалы, бала өсіп жатыр, тура сіз сияқты копировать етіліп жатыр. Оғанда бүйрек пайда болып жатыр, бауыр, ішек, асқазан, сүйектері пайда болып жатыр. Енді осы пайда болып жатқан нәрселер әрбір орган үшін қажетті витаминдер бар. Былай айтқанда строительный материалдар бар да. Сол строительный материалдың барлығын әйел адамның ағзасынан алып отырады. Пуповина арқылы. Бала туылған кезде бүйтіп ұзын кіндігін кесеміз ғой, сол кіндік арқылы анасынан бүкіл қажетті минералдар, витаминдер, қаны бар, кислороды бар, строительный материалдың барлығын сол анасынан алып отырады.
И былай айтқанда мамасы оптовик завод болады ғой, үлкен қажетті заттарының барлығын беріп тұратын. Сұрағанын береді, тауып бере алмаса жоқтан бар жасап тауып беруге тырысады. Енді кеттік. Осылай 9 күн өтеді. И 34-ші аптадан бастап ерекше бір өзгеріс болады әйелдің ағзасында. Ол релаксин деген гормонның бөлінуі. Релаксин деген гормон өзі айтып тұрғандай релакс, әйелді босаңсыту деген мағынаны білдіреді. Бала босану жолдарынан жақсылап өту үшін барлық сүйектерді не істейді? Осы гормон босатады. Сондықтан да әйел адамның белі, сүйектерінің барлығы ауыра бастайды. Босану жолдары, шат аймақтары, тек қана ол мынандай босану жолдарына ғана емес, бүкіл денеге әсер етеді, бүкіл сүйекке әсер етеді. Сондықтан бұндай уақытта уже босануға жақындағаннан бастап әйел адамдар өз-өздеріне өте жақсы күтім жасау керек. Енді қараңыздар, біздің қазақта ғана бар мынадай нәрсе. Именно 40 күн қалпына келу деген. Басқа ұлттарда ондай нәрсені естімейсіз. Орыстар босанады, кете береді. Қазақтар босанады, қазақтарға ғана қалай күтініп жатсың, 40 күнің қалай өтіп жатыр деген сұрақ қойылады. Өйткені бізде уже қанша орыстар сияқты босанғаннан кейін көшеге бет желкілдеп шығып кетейін десең де, уже генетически, гендік ДНК уровеньда уже миға құйып тастағанда, егер сен 40 күн күтінбейтін болсаң, ертең алдыңнан шығады деп, сен қанша мән бермейін десең, по-любому мына жақта миың бір бөлігінде тұрады. И вдруг босанғаннан кейін бір ауырсаң, мен кеше 40 күн күтінуімді дұрыс өткізбеп едім, содан болды ау деймін деп тұрамыз да. Шынымен де негізі барлық акушерство и гинекологияның кез келген том-том кітаптарын ашып қарасаңыз, послеродовое восстановление период 6-7 недель деп тұрады. Яғни 6-7 недель дегенді алатын болсақ, примерно ол 42 күнге келеді. Сол 40-42 күнге келеді. Сол уақытта не үшін бұл 40-42 күнді алған медицина? Себебі жаңа мен айтып өткен релаксин деген гормон организмнен толығымен сол уақытта шығып болады. Релакс гормоны бүкіл сүйектерді босататын. Организмнен шыққаннан кейін барып, әйелдің сүйектері қатаяды. Сол үшін бізде айтылады. 40 күндік күтіну, қатаю деп. Жалпы негізі біздің халқымыз, қазақ халқы өте дана халық болғанда, босанған әйелге керемет күтім жасаған. Именно текті әулеттер өте жақсы жасаған. Себебі олар ойлаған, мына әйел адам өте жақсы, бұл менің келінім, бұл менің ұрпағымның анасы. Егер бұған жақсы күтім жасайтын болсақ, ертеңгі күні балаларының алдында аман болады. Балаларына дені сау ана керек деген нәрсені қатты ұстанған. Енді кейбіреулері болуы мүмкін, мынадай келін күтпеген деген сияқты, ерегіскен әртүрлі отбасылар болады ғой. Ал в основном көп қазақ отбасылары өздерінің мынандай келіндеріне үлкен күтіммен қараған. Жаңа мен айттым, релаксин деген гормон бөлінді. Енді босану керек әйелдер. Босанатын кезде либо кесар тілігімен босанады, либо табиғи жолмен босанады. Енді дәл осы жерде мен өзім практикамен бөлісейін. Әрбір, мысалы мен бір айда менде 15-20 әйел босанатын болса, участогында, оның 3/1 бөлігі кесар бойымен босанады. Яғни 20-21 әйелдің 7-8-і кесар тілігімен босанады. Кесар тілігі ерекше күтімді қажет ететін кезең. Әсіресе мынау жүктілік кезде көп әйелдер артық салмақ қосып алады. Плюс артық салмақпен жүретін әйелдер де бар да. Сол кезде егер де кесар тілігін жасайтын болса, ондай әйелдерге мынадай не болуы мүмкін? Ерекшелігі бар кесар тілігінде. Қараңыз, мына жерге жасалынады ғой операция, и жасалып болғаннан кейін мынау қарын салбырап тұрады, и шов салынған жер астында қалып қояды. Менде көп әйелдер келді осындай, бұлар асқындырып алады, күтімді түсінбей қалады. Бұларда ерекшелік, мынау қарнын ашып отыру керек та үнемі арасын. И плюс не істеп отыру керек? Кептіріп отыру керек та. Кептіріп отпаса тез гной болып кетеді. Ерекше күтімді қажет етеді. Мысалы, обычный кесареумен босанған арық әйелдер болса, оларға сумен жуын деп айта саламыз да. Ал мыналарға
ерекше күтімді қажет етеді. Мен көбіне левомиколь, тағы да антибактериальды нәрселерді назначение жасағанмен, олардың көпшілігі не істемейді, осложнение болып кетеді да. Сондықтан всегда оларға First деген спрей бар. Осы спрейді кесарево сечениеден кейін, если сол орынға, шов салынған орындарға, пока шовты шешкенше 7-8 күн бойы күніне 8 рет, 9 рет обработка жасауға кеңес берем. Егер де араларыңызда сондай кесаревомен босанғандар болса, одан кейін желе деген андай тюбикта тұратын, тоже тез сушить етеді шовтардың орнын и гнойдың алдын алатын не бар, крем бар, сығынды бар. Соны мындай кесар тілігінің орнына жақсаңыздар болады, тез кетіреді. Табиғи жолмен босанған әйелдер болса, көбісінде разрыв бар. Разрывтың өзінің степендері болады да. Первый, второй, третий степень деп бөлеміз. Қай степень болса да ол оңай емес. Ол түгіл, қарапайым ғана пышақпен тамақ істеп жатып, бір жеріңізді былай саусағыңызды кішкене кесіп кетсе, соның өзі орны біткенше қандай ауырсыну тудырады. Ал бұл әйелдерде босанғаннан кейін босану жолдарының осындай разрыв болуы әйел адам үшін үлкен ауырсыну, бір жағынан стресс болып саналады. Сондықтан соны тезірек емдеу үшін тоже осы спрейді каждый 2 сағат сайын жуынып, сосын орнына сеуіп, воздушная ванночка жасау керек. Осы разрывтан кейінгі шов орындарын осылай кептіріп, дұрыс заживление жасамаса, гной болады да, и әйел адамдар ол жағын көре алмай қалады ғой. Көбіне жаңа 40 күннен кейін, 1 айдан кейін бізге қазір 40 күннен кейін, 1 айдан кейін бізге кеп жатады да. Сол кезде мен қайттан тексерілейін деп едім деп жаңағы разрывпен босанған әйелдер. Сол кезде қарасаң, гнойдан шовтардың орны шешіліп кетеді да, и олар білмей қалады. Сосын андай жыртық киінде ол жер бітіп кетеді. Ол әйел адам үшін самая неприятная ситуация. Сондықтан соның алдын алу үшін осындай разрывпен босанған әйелдер болса, тоже үлкен не керек, күтім керек. Келесі қазір мынандай босанғаннан кейін әйелдерде қатты терлеу процесі жүреді да. Қатты терлеу процесі жүреді. Не ішсе де, қара су ішсе де, қара шай ішсе де, сорпа ішсе де, бәрінде терлей береді. И сол кезде енді неприятно да, жағымсыз иіс. Мысалы, жолдасың келеді қасыңа, баланы иіскегісі келеді, сен иіскегісі келеді. Сол кезде неприятный болмас үшін мынандай неге жағатын самый безопасный вариант, подмышкаға жағатын дезодорант бар. Осыны барлық босанған әйелдерге қолдануға кеңес беремін. Себебі бұл ана сүтіне сіңбейді, құрамында ауыр металдары жоқ. Сіз баланы емізіп жатқаннан кейін, сіздің әрбір ішіп жатқан нәрсеңіз, сіздің әрбір қолданып жатқан нәрсеңіз, теріңізге сіңіп жатқан нәрсе, бәрі не істейді, балаға барады. Сондықтан ең безопасный нәрсені таңдау керек. Қаншама минералдар тері арқылы сол 40 күн терлеп жатқан кезде организмнен шығып кетеді. Сол кезде соның бәріне біз қайтадан не істеуіміз керек? Восстановление жасауымыз керек. Енді әр жүйе бойынша тағы да айтып өтейін. Ең көбіне, мысалы үшін, мені мазалайтын нәрсе ол не? Бел аурулары, сосын симфизит деген нәрсе бар. Ол неге? Себебі мына релаксин деген гормон бағана айтып өткен. Егер кейбір әйелдерде көбірек бөлінетін болса, сүйектер қаттырақ ашылады да, и соны восстановление жасау керек. Осы жолы мен 2 ай болды ғой босанғанына. До родов тоже іштім. Сол бел ауруларды азайту үшін коллаген бар. Коллаген, мықты коллаген таңдау керек та. Жидкий болу керек, во-первых, сіңімділігі жоғары болу үшін. Құрамында цинк болу керек, витамин С болу керек. Сосын организмге тек қана тамақпен түсетін биотин деген нәрсе бар. Ол не істейді? Коллаген, мен таңдаған коллагеннің ішінде сол бар. Бұл биотиннің ерекшелігі организмде өздігінен өндірілмейді. Бұл теріге керек. Тері жүктілік кезде қарын қатты созылады ғой. Кожасы, именно іштің кожасы. Сол кезде сол жыртылып кетпес үшін міндетті түрде осы биотин керек. Біріншіден, екіншіден, көздің айналасында,
бетте қара дақтар пайда болмас үшін міндетті түрде құрамындағы биотин керек. Сонымен қатар май алмасуын реттейді, холестериннің алмасуын реттейді. Жүктілік кезде қан қысымының көтерілуінің алдын алады, плюс отектардың алдын алады. И после родов қайтадан жаңағы қан жүйесіне және де зәр шығару жүйесі бар сүйектерге восстановление жасау үшін мен тағы плюс 3 ай ішіп жатырмын осыны. Енді біреу ақ қалды, қазір енді 3-шісін аламын. 3-ші айға кетеді. Міндетті түрде коллагенмен восстановление жасау керек. Бұл коллаген сонымен қатар мынау жыныс жолдарының баланың мынандай басы өтеді ғой, жыныс жолдарынан босанып жатқан кезде. Соның бәрін қайтадан бұлшықеттері жинақталып, өзінің қалпына келу үшін міндетті түрде коллаген қажет. Плюс әрине өзіңіздің күнделікті қайнатып ішіп отыратын сорпаңыз бар. Соның да құрамынан сіз көптеген өзіңіздің организміңізге қажетті минералдарды да ала аласыз. Міндетті түрде босанған әйел өзінің питаниесіне өте жақсы қарау керек. Плюс мен жаңа айттым ғой, мені көбірек мазалаған нәрсе ол жүктілік кезде ол симфизит болды да. И осы симфизит кезінде актив Х ішіп отырдым. Ол гиалуроновая кислота. Жаңа релаксин деген гормон буындарды, сүйектерді өте қатты ашып жібермес үшін и ажыратып жібермес үшін гиалуроновая кислотаның өте маңызы зор. Мысал үшін гиалуроновая кислотаны андай косметологияда бетке де жағып жатады, бетке укол түрінде инъекция салып жатады. Плюс мынандай травматология саласында именно мындай тізесінде артрозы бар, артриті бар нелерге, науқастарға осы гиалуроновая кислотаны инъекция түрінде енгізеді. Ал енді не үшін? Себебі мынау буындардың бір-біріне мынандай байланысы арасында майлайтын жілік майы деп айтамыз. Сол қалыпты болу үшін осы гиалуроновая кислотаны енгізіп отырады. Енді ол уколдарды да бірақ 70-80 мыңға 4 айда бір салып отырады. Кейде 6 айға, әр науқасқа әртүрлі назначение болады. Бірақ ол местно салынады. Ал мынау гиалуронканың ерекшелігі бұл тек қана сіздің буындарыңызға ғана емес, плюс бетіңізді де әдемі қылып ұстайды. Сондықтан міндетті түрде гиалуроновая кислота мен 26 аптадан бастап 40 аптаға дейін іштім. И плюс после родов тағы 3 ай ішіп жатырмын. Гиалуроновая кислота деп көрініп тұр ма? Ішінде мынандай сары капсулалар болады, қапталынған. Осыны ішіп отырасыздар. Сол кезде мынандай сүйектер ауырмайтын болады. Буындар жеңіл босанатын боласыз. Сосын мынандай бетте қара дақтар болмайды. Азайтуға көмектеседі, солар тезірек кетуге көмектеседі. Сол үшін актив Х деген, актив Х деп аталады, қазір мен қолданып жатқан гиалуроновая кислота десеңіздер. Плюс қазір вебинардан кейін тағы сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады, тағы айтамын, қайдан алуға болады, қалай заказ беруге болады дегендерді. Енді бұл сүйек жүйесіне байланысты. Енді мынау коллаген мен актив Х-ны қай сроктан бастап ішуге болады? Коллаген мен актив Х-ны 26 аптадан бастап ішуге болады, екеуін. Ішуге болады емес, жалпы мен барлық беременный әйелдерге солай рекомендация айтам, ішіңіздер деп. Өйткені уже 26 аптада әйелдер көтереді ғой, әйелдер көтергеннен кейін негізі салмағы басында шиедей болады баланың дамып жатқан көлемі. Одан кейін үлкейеді, 150 грамм болады, сосын 200 грамм болады. Көбіне әйелдер көтеріп болса, сразу ішін шығарып болады ғой. Негізі ол өздерінің қарындары. Реально беременный әйелде іші 25-26 аптадан бастап шығады. Осы шығып жатқан кезде уже біз профилактика жасай бастауымыз керек. Бұл деген сөз баланың салмағы артты деген сөз. Ал баланың салмағы артса, онда уже сүйектерге, сіздің жамбас сүйегіңізге нагрузка басталады деген сөз. Сондықтан сол нагрузканың зияны болмас үшін не істеу керек? Міндетті түрде гиалуроновая кислота, коллаген деген нәрсені ішу керек. И қазір бір минуттен есікті жауып жіберейінші. Именно беременность кезде сразу айта кетейін ба, не ішіп жүруге обязательно? Омега-3 ішу керек обязательно. Бала ішке біткеннен бастап
Қашан білдіңіз беременный екеніңізді? Омега-3-ді ішіп бастасаңыз болады. Сразу. Одан кейін сразу ішіп бастасаңыз болатын. Ол 18 аптадан бастап кальций ішіп бастасаңыз болады. Кальцийдің суточный дозировкасы беременный әйелдерде 1,5-ға дейін көтеріледі. Обычный адамдар 1000 миллиграмм ішіп жүретін болса, 19 аптадан бастап жүкті әйелдер 34 аптаға дейін күніне 1,5 миллиграмм кальций ішу керек. Именно 19 аптадан бастап баланың сүйектері қатая бастайды. Сондықтан соған минералдар керек. Кальций керек, D3 керек, я. Содан кейін плюс жаңа мен айттым ғой, баланың іші үлкейген сайын, матка үлкейген сайын уже ас қорыту жүйелеріне де нагрузка пайда болады деп, я. После родов, чтобы сізде изжога деген нәрсе, өт жолдарында застойлар болмас үшін резко босанып болғаннан кейін іш босақ болады да, и ас қорыту жүйелерінде қайтадан перестройка жүру керек болады. Осы кезде егер де сіз застой желчи деген нәрсемен іш қатумен соқтығысқыңыз келмесе, онда андай мен полезельный деген іштім, бұл өт жолдарына керек. Fields of Greens деп аталатын, ішінде жасыл шөптерден жасалынған 6 күндік жас шөптер, бұлар өттің айдалуын жақсартады. Чтоб после родов тоже жақсы восстановление жүру үшін, плюс қазір білесіздер ма, тек қана ересек адамдарда емес, жаңа туған балаларда да застой желчи деген нәрсе бар да. Босанғаннан кейін көп жаңағы балаларды 3 айлығында УЗИге апарып түсірген кезде застой желчи деп айтты деп жатады. Неліктен? Себебі анау беременностьте әйелдің ағзасы қалай болды, тура соны баланың организмі копировать етеді ғой. Сондықтан соның алдын алу үшін өт жолдарыңыз жақсы болсын десеңіздер, обязательно полезельныйді ішіп жүріңіздер. Сосын до родов и после родов менің қолданып жатқан нәрсем, ол мынау ит деген крем. Жаңа айттым ғой, бел ауырады. Ол бел ауру деген ол барлық әйелде болады да, ана баланың салмағынан. И соны ауырсынуды басып отыру үшін, одан кейін нервтарға салқын тиіп қалмас үшін мынау хит деген крем бар. Осы кремді жағып отырса, сүйектердің арасын жақсы қатаюына көмектеседі. Қазір күшті тема айтайын деп тұрмын. Сразу ойыма келіп жатқанда айтып жіберейін. Ол әйелдерде сүтті қалай жеткізуге болады деген. Ол актуальды тақырып. Көп әйелдер ойлайды, менің сүтім көк су, құнарлы емес, балам содан жылап жатыр деп. Негізінде сіздерге секрет айтайын дәл осы жерде. Кез келген әйелдің сүтінің құрамы құнарлы болады. Кез келген әйелдің сүтінің алғашқы басында көк су шығады. Себебі бала 2 сағат сайын емеді ғой. 2 сағат сайын емген кезде ол өте қатты шөлдеп оянады. И осы шөлдеген кезде шөлін басу үшін Алла тағала арнайы сондай қойған. Басы прям көк су. Ойбай, сөйлеп жатырмын, естіліп жатыр ма? Басы прямо көк су сияқты болып тұрады. И это нормально, ол қорқатын нәрсе емес. Сүттің құрамын ойлап уайымдамасаңыз болады. Бірақ сүттің құрамында стрессовый гормондар жоқ па деген сұрақ көбірек мазалау керек. Әйел адам не үшін бала тоймай қалуы мүмкін, жылап жатыр, тоймай жатыр деп ойлайды. Себебі өзі ұйықтамаса, өзінің депрессивті күйде жүретін болса, онда санында стрессовый гормондар бар деген сөз. И осы стрессовый гормондар сүт арқылы балаға да барады. Сосын ол бала ашуланшақ болады, жылай береді. Стресс гормондары баланың ішін кептіреді. Сондықтан әйел адамдарда осындай стрессті снижать етудің методикасы бар. Біріншіден, ол сіздің ұйқыңыз. Бала ұйықтады ма, сізде бірге ұйықтап алыңыз. Осы кезде пролактин деген гормон өндіріледі организмде. Егер де сіз бала ұйықтап жатқан кезде, ой, мен бүкіл тірлігімді істеп алайын қазір деп жүретін болсаңыз, онда сізде сүт дұрыс өндірілмейді, аз болады. Сосын бала тоймайды, сосын бала жылай береді. Сондықтан осының алдын алу үшін міндетті түрде алғашқы сол хотя бы 40 күнінде
чтоб сүтіңіз жақсы восстановление болып алу үшін баламен бірге бір уақытта ұйықтаңыз. Енді ұйықтап жатқан кезде сүтіңіз жақсы өндірілу үшін, чтоб мынандай стрессовый гормондарды снижать ету үшін маточное молочко ішу керек. Маточное молочко атына қарап ойлауы мүмкін, молоконың құрамын күшті қылады екен деп. Ол сіздің мындай нерв жүйеңізге әсер етеді, ұйқыңызды реттейді. Қаныңыздағы адреналин, норадреналин деген мындай стрессовый гормондарды снижать етеді. Соның есебінен сіздің сүтіңіз жақсы шығады. Сондықтан маточное молочконы ішкен дұрыс. Кім жаңағы сүтін көбейтуді ойлап жүрсе, баласын жылатқысы келмесе, одан кейін мынау сүт безі бар емес па, өте микрокапиллярлардан тұрады да. Менде мына жерде видео бар еді, қоса аламын бекен. Микрокапиллярлардан тұрады. Сол капиллярлар арқылы мынау сүт бездеріне сүт жиналып келеді. Сүт бездері кәдімгі біздің қанымыздан алады ғой, сүтті шығару үшін. Енді сол капиллярлардың айналымы жақсы болу үшін мен қазір өзім мынадай арджи деген эларгинины бар құрамында сок ішіп жүрмін. Мынадай порошковый суға араластырған кезде кәдімгі сок болады. Осыны ішетін болсаңыздар, мынау сүт безінің былай келетін. Қазақта айтқан ғой, 62 тамырын идіріп деп. Ол былай цифрмен айтқанда, ол главный 62 тамыр болғанмен, әрбір 62 главный тамырдың 62 капилляры бар. Сол капиллярдың барлығында қан айналым жақсы болып тұрса, сүтіңіз жақсы жиналады. Сондықтан құрамында эларгинины бар. Осындай порошковый сокты ішсеңіздер болады. Бұл беременность кезде де ішуге болады. Себебі мынау уже 25-ші аптадан бастап молозиво дейміз ғой, уызы бар ғой, басында 3 күн шығатын. Сол уыздың өндірілуіне де әсер етеді. Егер де осы алғашқы 3 күндегі уызына бала жақсы тоятын болса, онда оның ішек микрофлорасы тезірек қалыптасады. Сонымен қатар бала аз жылайтын болады, ұйқысы тыныш болады. Сондықтан именно басындағы 3 күнде бала іште жатты ғой енді қаншама уақыт бойы. И ол сыртқа шыққан кезде оған үлкен стресс та ол. Ана жақта даже тыныс алған жоқ ол. Бүкіл нәрсені мамасынан алды да өзі жата берді. И солай развитие болып шықты. Шыққаннан кейін қараса, оның организмі өзі жұмыс істеу керек екен. Оказывается, ол өзі түшу керек екен. Деп сол үшін күшенеді. Оказывается, ол өзі демалу керек екен. Өкпесі іске қосылады. И осы нәрсенің бәрін қазір барам. И осының бәріне организм үйрену үшін оның алғашқы 3 күнде несі күшті болу керек та, өмірге деген бейімделу процесі. Сондықтан осы бейімделу процесінен жеңіл өту үшін 25-ші аптадан бастап, если жаңағы уызын жақсарту үшін болса, арджиді ішуге болады осындай. Құрамында эларгинины бар. Сондай ерекше сок болып саналады, дәмі де приятный. Енді после родов сразу жаңа балалардың колики туралы айта кетсенше, 3 айға дейін жаңа туған балаларда, ана жаққа бір есік жағасы, 3 айға дейін жаңа туған балаларда колики болады. Бәрінде емес, но тоже 3-тен бір, әрбір 3 босанған жаңа туған баланың 3-шісінде осындай түнгі колики мазалайды екен. Себебі олардың кишечная микрофлорасы қалыптаспаған. Аяла, өзің сыртта шыға бер, есік жағасыш. Манан апар Айдана. Сосын есік жап. Баратыр Айдана. Есік жап. Осы 3 айға дейін баланың кишечная микрофлорасы дұрыс қалыптаспағандықтан колики қатты мазалайды. Осы кезде мынандай пробиотик бар. Ішінде 30 штук болады. 6 миллиард нені қалыптастырады, микрофлораны. Сол кезде баланың сіздің сүтіңізді еміп алады ғой, сол сүтті қорытуы жеңіл болады біріншіден. Екіншіден, нан ішінде
лактобацилла рамнозус деген бар. Баланың іші кеуіп, былай керілген кезде ішектердің қабырғасын, ішегін қатты ауыртады да, ол сол үшін шырылдап жылайды. Мынау пробиотиктің құрамында лактобацилла рамнозус деген именно сондай бактерия бар, біздің ішегімізге қажетті. Сол бактерия барған кезде ішектің солай бітіп керіліп ауырсыну тудыратын рецепторлары резко қайтадан қалпына келеді екен. Сондықтан бала тынышталып қалады. Сосын жаңа мен айтып өткен, вдруг сіздің жаңағы ішіп жүрген, ұйықтауға уақытыңыз болмаса, нервный болып жүрсеңіз, по-любому стрессовый гормондар балаға беріледі. И сол стрессовый гормондарды снижать ету үшін ішінде лактобацилла реутери деген бар. Сол лактобацилла реутери деген баланың қанындағы стресс гормондарын төмендетуге көмектеседі. Негізі осы пробиотик туралы кеше күшті медицинский сайттардан оқып отырмын да, зерттеулерді. Пробиотик деген адамның депрессия, апатияға түсуінің алдын алуға үлкен көмекші екен. Әсіресе мынадай переходной возрастта жүргендерге не жасаған ғой, исследование жасаған ғой. Жартысына пробиотик берген, жартысына бермеген. Мынау жартысына жаңа пробиотик ішкендері переходной возрасттан жеңіл өтіп доказывается. Сол сияқты мындай баланың да қанында берілген, тіз арқылы берілген стрессовый гормондар болса, соны снижать ету үшін пробиотик өте маңызды. Сосын баланың иммунная системасы алғашқы 3 айда анасынан алынып отырады. Мысалы, сіз анализ тапсырасыз, иммуноглобулин М, G, D деген неше түрлі сіздің иммундық клеткаларыңыз бар да, ал балада только иммуноглобулин А ғана болады туылған кезде. И то ол ең бірінші ауыз қуысында, ауыз қуысында сілекейден бастап қалыптасады ол иммуноглобулин А деген. И дальше сол иммунная системаны көтеру үшін мынау пробиотиктің маңызы зор. Себебі именно балада кишечнегінде иммунная система қалыптаса бастайды. Сондықтан пробиотикті бастапқы 3 айда беріп отырған дұрыс. Даже менде бір пациент болды. Ол не істеді? 3 айға дейін осы пробиотик назначение берілген, жаңа туған бала ғой. Сосын жаңағы 2 айлығында енді 1 айында, 2 айында тексерілетіндері болады ғой. Невропатологқа апарса, невропатолог балаңызға пробиотик беріңіз деп айтыпты. Сосын пробиотик беріп жатырмын деген екен, қандай пробиотик беріп жатырсыз деп составын қарап, жаңағы мен коллегам невропатолог, бұл файбер ғой қоя тұрыңыз. Сосын айтыпты, осыны міндетті түрде 3 айға дейін беріңіз деп. Чтоб балада 3 айға дейін қалыптасу процесі жеңіл өту үшін деп. 3 айдан кейін уже балада, 3 айдан кейін балада рефлекстер болады да, анау іште бала внутриутробно анасының организмінде дам жатқан кезде жатырында уже қалыптасқан рефлекстері болады. Сол рефлекстер 3 айда уже басылып, как адам ретінде пайда болатын рефлекстер болады. Сол рефлекстер дұрыс қалыптасу үшін де осы пробиотиктің маңызы өте зор. Егер де сұрақтарыңыз болса, қоя берсеңіздер болады. Қазір уақыт болып қалған сияқты. Қазір 1 минут, сіздер қоя беріңіздер. Бұл пробиді беременность кезде, бұл пробиотикті беременность кез, беременный әйелдер, особенно токсикоз кезде ішсе, істеліп жатыр ма? Беременность кезде пробиотикті уже беременный болғандардан бастап іше беруге болады. Особенно токсикоз кезінде жақсы көмектеседі. Плюс, жаңа мен айттым ғой, жүктілік кезде жатыр 1000 еселеп үлкейеді да, и ас қорыту жүйесінде өзгерістер болады. То есть токсикоз, тамақтың қорытылу процесінде ерекшеліктер болады. Сол жеңіл өту үшін пробиотиктің көмегі зор. Плюс мен өзім токсикоз 34-ші беременностьта қатты болды да, ана үшеуінде вообще болмаған. Сол кезде анау соқтан ішіп жүрдім. Алоэның соғы. Бұл сок,
асқазанның қышқылтылығын реттейді. Прямо мен 2 күнде бір штуктан осындай 1 литр осындай сок ішетін тұғым. Осы басқа тамақтар жей алмаған кезде пробиотик, сок, сонымен құтқарып отырды 14 аптаға дейін. Так қиын болатын еді. Баланың ішіндегі кишечнигіне әсер етеді ме? Әйел адам организмі во время беременности қандай болды? Бала тура сондай болып шығады. Егер де гормональды өзгеріс бар ма, щитовидкада проблема бар ма, оны бала копирует. Сүйек жүйесінде кальций жетіспей ма, балада ертең кальций жетіспейді. Бәрін копирует. Сондықтан біз не үшін айтамыз, планирование жасау керек, беременностьке де планирование жасау керек деп. Потому что бірінші организм барлығын нормаға келтіріп дайындап алу керек, та? Тазалау керек, артық салмақтан арылу керек, гормондарды реттеу керек. Содан кейін барып, анализдерін тапсырып, витаминдерін ішіп, вот мен дайынмын деген кезде көтеру керек. Өйткені бала деген ол ответственность біріншіден. Оның денсаулығы бәрі сізге байланысты. Так, мына жерде жаңа мен сұрақтарды қайдан көремін? Әйел адам бар емес па? Скринингтерден өтеді ғой, УЗИдан өтіп тұрады. Сол кезде біз қараймыз. Кишечнигінде не болып жатыр? Не үшін второй скрининг өте маңызды деп айтамыз? Каждый органды түгендеп шығады да. Так, құлағы бар, жүрегі бар, ішегі бар, бүйрегі бар деп, қуығы бар деп. Осы кезде егер де бір лайфхак, екінші скринингке, именно вообще любой УЗИге беременность кезде түсуге қарныңыз тоқ болып бару керек. Сіздің қарныңыз ашып тұр ма? Баланың да қарны ашып тұрады да, и ол дұрыс көрінбей қалады. Сондықтан қарны тойып барып түсетін болса, мынау кишечнигі дұрыс көрінеді деп ойлаймын. Как будто кишечник жоқ сияқты болып көреді. Сосын эхогенность. Эхогенность деген УЗИ мен ультра дыбыстар дұрыс өтпей қалады да, если қарны ашып тұрса. УЗИге қайта-қайта түсірген дұрыс па, или ол зиян ба? Негізі қатты зияны жоқ оның. Себебі мысалы бізде двойнялар болады. Мен участогымда мысалы двойнялар болды. Аптасына 1 рет түсіріп тұрасың. Өйткені оларда бір тарелкадан бөледі да, ол двойнялардың өздерінің түрлері бар. 2 тарелкадан тамақ ішіп отыратын, 1 тарелкадан тамақ ішіп отыратын, сіздерге түсінікті болу үшін айтып жатырмын. Плацентаға байланысты ерекшеліктері болады. Егер де 1 тарелкадан тамақ ішіп отыратын 2 бала болатын болса, бір бала көбірек жеп қою мүмкін да, пысықсынып, ол үлкен болып кетуі мүмкін. Екінші бала аз тамақ жеп дұрыс дамымай қалуы мүмкін. Осы нәрсені біз бақылап отыру үшін апта сайын 10 күнде бір, 14 күнде бір олды УЗИге жіберіп отырамыз. И менің практикамда ешқандай зиян келген жоқ балаға. Екеуінің де денсаулығы жақсы, нормально. Ондай әйелдер өте көп болды. То есть не үшін жиі жібереді, значит балаға денсаулығына байланысты бір риск бар деген сөз. Сол кезде біз УЗИге жіберіп отырамыз. Тағы сұрақ болса, мен баламда кесарево жасалған әйел. Кесарево жасалған әйел. Дальше. Запор аптасына 2 рет шығады. Ол сразу коллаген ішкісі келеді. Мен оған сокпен пробиді іштеп жатырмын. Қалай жасаған дұрыс? Ең бірінші, егер де запор болып жетсе, значит, ішектерінде кесарево неше күн болып жасалғанына бірінші сол сұрақты қойып алайын. Оған да байланысты. Себебі, жаңа мен айттым, после родов әйелдің организмінде үлкен перестройка жүреді. Именно 40 күн восстановление деп не үшін айтамыз. Егер де ол әйелде бұрын запор болмаған, просто после родов болып жатса, ол стресстен болады. Өйткені анау ауырсыну ғой. Организм былай, каждый органды, кожаны тілет, подкожа, бұлшық, матканы бәрін тілет, оның бәрі восстановление кезінде үлкен ауырсыну тудырады. И сол ауырсынудың әсерінен әйелдерде стресс гормоны көбейеді. Олар как будто по большому шығатын болса, анау жаңағы шофтарды жыртып жіберетін сияқты сезім болады да, күшенуге қорқады, например. Сондықтан стресстің әсерінен запор болуы мүмкін. Ең бірінші оларда стресс снижать ету керек. Ол үшін мынау бағана мен маточное молочко деп айттым ғой,
маточное молочко ішкен дұрыс, плюс арджи ішкен дұрыс. Сосын восстановление болғаннан кейін барып, пробиотик, коллаген, плюс сары келді қосып ішетін болса, алоэны, онда жақсы тезірек восстановление болады. И осындай запоры бар әйелдердің көбісіне, және қыздарым алып кетті, файбер бар ғой, файбер, клетчатка. Ішектерде запор деген сөз, клетчатка аз деген сөз. Клетчатка не істейді? Ол ішектің стенкасына дың деп сигнал береді, моторикасын арттырады. Егер де кишечниктің стенкасының моторикасы артылатын болса, бүйтіп қозғалу процесі, онда жылжуы да жақсы болады. А если клетчатка жоқ па, ішек дұрыс бүйтіп жиырыла алмайды. Если жиырылмаса, ішінде тұрған нәрсе ары қарай жылжып шықпайды. Сондықтан клетчатка керек обязательно. Если до этого, қараңыздар, менде послеродовый әйел болды, қазір 4 ай қызына, ол до родов, то есть до беременности оны запор мазалаған, во время беременности запор, после родов опять запор мазалайды. Сосын ол не істеймін деп айтты да, енді не ішсем болады деп. Оған не бердік? Персиковый сок, мысалы алоэдан жасалынған сок қой. Персиковый сок бар да, сол персиковый сок, чай, пробиотик. Осы үшеуін берген кезде, ол әйелде мына жерге отзывтарын шығармаппын, жұптарын жазған рахметтерін. Прямо күнде шығып жүрмін деп маған сұрап отырам ғой, пациентті не істедің, не іштің, результат қалай жатыр деп сұрап отырам ғой. Сол кезде жаңағы әйел күнде рахметін жазатын. Рахметін деген шешеп қорқып қалған тұғым, еще после родов бала жылап атады, дәретханада бірнеше сағаттап отыра алмайсың ғой. Сосын не істеймін деп жүретін, күшті көмектесіп жатыр, ежедневно по большому қиналмай шығып жүрмін деп. Прям сондай отзывтар бар еді. Үлгермей қалдым. Келесі вебинарларда шығарам. Тағы сұрақ бар ма? Сұрақ болса қойсаңыздар болады. Егер де, енді мен қазір вебинарды тоқтата берейін. Егер сұрақтарыңыз болса, мен осыны сақтап қоям каналға, содан кейін астына комментарий түрінде қалдыра берсеңіздер болады. Алдағы уақытта келесі вебинар тақырыбы ретінде, келесі YouTube каналға салатын видеороликтар ретінде сол сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Бүгінгі қатысқан әрбір оқырманыма, әрбір қатысушыға көп алғысымды білдірем. Сіздер үшін пайдалы ақпараттар болды деген ойдамын. Сіздермен бірге болған дәрігер Маратбековна. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы.